Мына жолдар талайда ажал құштырды. Талай азаматтың өміріне нүкте қойылды осы қара жолда. Асфальтта іздер жоқ ол қаралы күндердің. Бәрі жүрегімізде. Жол жаққа қараймын, сен жоқсың арайлы. Жолға шықсақ, жетуге асығамыз, жете салып, кетуге асығамыз. Уақыт жоқ деп уақытқа бас ұрамыз. Осы біздер қай жаққа асығамыз? Асығамыз да жылдамдықты асырамыз, сөйтіп талай азаматымызды жоғалттық. Қош енді қош бол күрең күз, күрең саған жіберді. Күзбен қоштасты, бізбен қоштасты Мәдина қыз. Ерекше нәзік дауысты әншіні ұмытқан жоқ ешкім. Есімі әлі күнге ел аузында. Әйгілі Дос Мұқасан тобындағы Бақытжан Жұмаділов те қара жолда көз жұмып еді. Бұл азаматымыздың да орны ойсырап қалды. Мен сөзбен де түсіндіру қиын шығар енді. Ол туралы енді қазір уже ойлағым келмейді да. Сол кезде ол өзінің саксофонын құшақтап біздің кафеге келетін. Соны бірге өлең айтатынбыз. Бекзат деп шақырса қарамаймын. Осы үйге звондаған кезде де Бекзат деп айтса, менің атым Бекзат емес, Бексатхан деп айтам. Сынай қарап тұрғандайсың әке маған. Дәл қазір студиямызға келген біздің тағы бір мейманымыз бар, сонымен таныс болыңыздар. Бұл сымбатты жігіт те көлік апатынан ауыр соққы алып, тілге келместен көз жұмды. Руслан Бөлебай, болашағы зор журналист, адал дос, сүйкімді ұл еді қазаққа. BBC-ға оқуға кеткен бірден бір студент сол болатын. Бәріміз қызыға және қызғана қарадық. Жизнь оборвалась на 24-м году жизни телезвезды. Өмірден кеткеніне қанша жыл болса да, өзін ойып алған орнын әлі ешкім толықтырған жоқ осы қазақстандық масс-медиада. Руслан Бөлебайдың өмірден кеткеніне 4 жыл болып қалыпты. Қазір ол жігіт бір отағасы болып отырар ма еді, баласын уатып отырар ма еді, 28-дегі үлкен азамат. Қалай айтсам екен? Енді сөзбен де түсіндіру қиын шығар енді. Ол туралы енді қазір уже ойлағым келмейді да. Өйткені енді рөлде мен болдым. Солға мен айдап келе жатқан кезде именно сондай болғаннан кейін өзіңде ойлайсың да, неге мынаяқпен кетіп қалмадым, неге мына көшемен кетпедім деген сияқты ойлар мазалайды да. Шыны керек, сол жыл сондай бір қазаға толы жыл болды десек болады. Себебі бірінші Нәби Аймұратов кетті, одан Бауыржан мен Руслан кетті. Енесеймен еділді шатыстырып картадан, ең алғашқы махаббат басталады партадан. Үлкен сахнаға енді ғана шығып келе жатыр еді Нәби. Шығармашылығына да, өміріне де үлкен қара нүкте қойылды. Үнді бер жатсың ба арманым, сәуледей боп аяла таңдағы. Таңертең ұйқыдан тұрсам, Самат бауырымыз хабарласады. Баука мен Русланнан айырылып қалдық деп айтқан кезде, мен түсінбей қалдым. Төбеме бірдеңе құлағандай, мен сол жағдайды түсінбей қалдым, және менің ойыма бірден Руслан Бөлебай келген жоқ. Сөйтсек, көп достарымыз керісінше бірінші Бауыржанды естігенде, қасында Руслан деген жігіт дегенде, көбісі ойлап қапты, ол Бөлебай Руслан емес. Сол БР тобында да Бауыржан жандағы гитарист жігіттің де аты Руслан болатын. Қалай ұл келді, перзентіміздің атын Бекзат емес, Бекзат Саттархан деп қойдық. Из простого мальчишки вышел действительно большой, сильный спортсмен. Оған мыңда бір алғыс айтқым келеді, өйткені сол саяхаттар, сол тәжірибе менің тәрбиемде енді үлкен із қалдырды. Шақырады біздерді
жоқпын. Адам өлді деп ойлаған жоқпын даже. Мен өзім бір машинадан түскен кезімде, шамалы есімді білмей не қылып жатқан кезімде, мен кінәлі емеспін, кінәлі емеспін деп айғайлап жүрмін бір қарасам. Нұржанды барлығы алдап келді. Ажалдан аман қалды деп достары. Русландар қалай десем, оның аяғы сыныпты дейді. Бауыржан қалай десем, оның қол сыныпты дейді. Бірақ сездіреді тылсым күш. Түсімде Руслан кіріпті да. Сөйтіп, бір қап-қара туфли бар екен. Сол бір туфлиін біздің үйге келіп, жаңағыдай бір туфли қалып кеткен да, екінші туфли жоқ, таппаймыз да. Кетіп қалған. Мен туфлini апарып берейін деп іздеп жүрсем, жоқ, таппаймын да вообще. Күндердің күнінде. Содан өзіміздің ауылдасымыз бар еді, Мұрат деген. Телевизор кірді де, сестраларым айтқан көрінеді. Айтпаңдар деді. Сол кіріп, телевизордан көрсетіп жатыр, Қазақстаннан Руслан деген қайтыс болыпты ғой деп. Сол кезде барып, жүрегім тоқтап қалды. Руслан Бөлебайдың есімі ел аузында жүргеніне бір жағынан мен де ағасы ретінде, дос ретінде соған қуаныштымын. Астана арнасына үлкен мыңда бір рахмет. Нәби, Руслан, Бауыржан, Нұржан бұл жігіттерді байланыстыратын дүние көп. Өнер және сол 2009 жылдың жазындағы қайғылы оқиға. Сүйкімді жары Жазирамен бала сүйіп үлгермейді. Нәбидің соңында қалғаны тек әндері ғана. Ол балалардың арттарынан бірде-бір тұяқтары қалмады. 2008 жылы біз кабакта жұмыс жүрген кезде, меломен болып енді басталып жүрген кезде, сол кезде ол өзінің саксофонды құшақтап біздің кафеге келетін, соны бірге өлең айтатынбыз. Сол жол апатынан Нұржанның өмірін дәрігерлер әрең дегенде сақтап қалды. Әйтпесе бұл жігіттің мойны сынып кеткен болады. Өткен мына жерін кесіп, бір сүйектерді алып, орнына темірлер қойды. Қазір темір тұр, 5 шұғытпен атырылған. Ойлап болсам көш пайда болар елді ойласам, ашық жарқын біз қазақ елі асылдасам. Былай артқа қарадым, қарасам машина төгіліп қой, екі машина осылай жабырып қалған. Ауырмайды жүрек, ауырмайды жүрек. Қазақта мынау медицинада жақсы мақал бар. Грелка сөйлесең, пациент комнан шығады дейді. Жылы сөзде медицинадағы мықты мамандар да сақтап қала алмады өмірін жас жігіттің. Ержан Жұмағазин. Қазақша КВН ойындарында өзіндік қырымен танылған сүйкімді жігіт небары 22 жасында бір сотқардың қолынан қаза табады. Содан кейін барып, анау жігіт кішкене наш адам болама, әйтеуір бірдеңде мастанып кеп, пышақ соғып алған. Сол бар білетін. Егер единицаңыз бітіп қалса, звездочка 141 решетка қазбандаңыздар. Акция қайыршы. Сүйген еліне келін қып апаруға үлгермейді Ержан. Тұқымымызды жалғастырады деген ата-ананың арманы орындалмай қалды. Бар жоғы 20 жасында Олимп шыңын бағындырған қазақ боксшысы 1980 жылдың 4 сәуірінде Түркістан қаласында дүниеге келген. Бекзат Саттарханов – это человек, феномен в мире спорта. Алтына келген батырымыз Бекзаттың да артында ұрпақ қалмады. Өзі Бекзат Саттархан көз тірісінде анасы аяғы ауыр болатын тұғын. Содан Бекзат қасында жүріп, маған жаңағы жеңгемнің аяғы ауыр, ол болса кім қоясыз деп сөйтіп сұрады бір рет. Мен саспа дедім, қыз болса аты Бекзада болады, ол болса Бекзат болады дегем. Қалдыбек мырза сөзінде тұрды. Ешқандай талас болған жоқ, дүние қалай ұл келді, перзентіміздің атын Бекзат емес, Бекзат Саттархан деп қойдық. Міне ол Бекзаттың ізбасары. Мен достарым барлығы Бекзат деп айтады. Бекзат деп шақырса қарамаймын. Осы үйге звондаған кезде де Бекзат деп айтса, менің атым Бекзат емес, Бекзат деп айтам. Тренировка, жаттығу кезінде
тапсырма бәрін орындайды, көп ескерту алмайды, болашағы бар. Әр адамның есімі өз тағдырына әсер ететіні бесенеден белгілі. Мен қалалықтан екінші орын алдым. Оған мақтанбаймын. Әлі де Берсетханов ағам сияқты олимпиаданың чемпионы боламын деп үміттенемін. Из простого мальчишки вышел действительно большой, сильный спортсмен. Бұл режиссер Бекзат Саттархан жайында арнайы фильм түсірмек болып, әлдеқашан-ақ кірісіп кеткен. Спросил его родителей, познакомился с ними, спросил разрешения, можно ли будет снять фильм. Они, конечно, согласились. Басты рөлге мына жігіт таңдап алды. Сартайды сомдаған Асылхан Төлепов бүгінде Бекзаттың бейнесін дұрыстап ашсам деп еңбектенуде. Бала артыңда қалған із, сазгер кеткенімен сазда өңін аузынан тастамайтын ұлы Бейбарыс әкеге деген сағынышын осылай әнмен жеткізеді. Сенім артқан қамқор балам. Ержан Серікбаев қатарластары әзілдеп Шәмшінің братишкасы деп атайтын. Қазір өзі болмаса да, әндері жадымызда, жүрегімізде. Өтерелік кәне достар, махаббат үш. Бойда толсым көш, айда болар елді ойласам. Танымал дирижер Тасқын Оқаповтың ұлы Әли бүгінде талай қыздың түсіне кіріп жүрген сымбатты жігіт әкесі туралы мейірлене еске алады. Тек қана музыкада емес, жалпы жай өмірде де өте қарапайым, өте ақылды, сабырлы және де өте жинақты адам болған. Мен де сол болашақта әкеме ұқсаймын деп, сол мінез құлқымды, жалпы ішкі дүниемді соған ұқсастырап деп тырысып жүрген адаммын. Әрине, әкесі мен баласының, анасы мен қызының бірге болғандары жақсы ғой. Тек тағдырдың өз есебі бар емес пе? Біз көнеміздағы, жалғастырамыз тіршілігімізді, өткеннің тәтті естеліктерін анда-санда ойға алып. Әкем осы шетелге баруды өте ұнатқан. 90-шы жылдардан кейін, осы мүмкін болғандықтан кейін, ол мені қолына алып, екеуміз жарты әлемді көрген шығармыз деп айтуға болады. Оған мыңда бір алғыс айтқым келеді, өйткені сол саяхаттар, сол тәжірибе менің тәрбиемде енді үлкен із қалдырды. Осы өнерден келгеннен кейін қайтадан өмір келген сияқты көп жақсы болдым. Сүйем дедің, шапалақ, сүй алмадың, неге алдадың? Елімізде жыл басынан бері болған жол көлік оқиғаларының саны былтырғымен салыстырғанда 55%-ға өсіпті. Осы орайда айта кету керек, жол апатына ұшырайтындардың басым бөлігі ер азаматтар. Бір кезде бір секунд қойып қарадым, машина бізге қарай келіп жатыр. И болды, ары қарай. Тарс деген звук. Бір кездегі жан түршігерлік оқиғаны еске түсіріп отырмыз. Енді осы қалғанысы шүкір қазір бәрі жақсы. Одан кейін бір жылда үйде жаттым. Жаңа больницадан шыққаннан кейін. Одан кейін екінші жылы жаңа раздражение кетті іштен. В общем, 2 жыл жаттым үйде. Жаным тыңда сен менің салған әнімді, өтінемін сен өзге баққа бармағаныңды. Бір кезде бір есімді білем, қарадым және деп есті аштым, еңбектеп шықтым. Еш нәрсе естімеймін. Басымды көтерсем, бүкіл жаңағы апалар, бүкіл барлығы жиналып қалған, бетіме деген су шашып жатыр жаңағы. Былай артқа қарадым, қарасам машина түк жоқ қой, 2 машина осылай жабырып қалған. Қан деген бүкіл көрінбейді, кейін барлығын қайшымен жыртып тастады да жаңағы колесоға отырғызды, реанимация алды.
Достың өзіне 3 рет, келіншегіне 5 күрделі операция жасалған. Оның өзі таныс тамыр арқылы. Оңтүстікте арасында ақшам болса қимылдамайды екен. Мүмкін барлық жерде солай шығар, бірақ сол сәтте солай болды. Еш нәрсе жасалған жоқ. Еш нәрсе практически. Реанимация жаттым, қыңсылап жаттым, төнімен қыңсылап жаттым. Дәрігерлер үміттерін үзеді. Достың аман қалуы екіталай дегенді айтады туғандарға. Көрсінен көтеріп қарасам, тампон тұр екен. Ашып басам, мына жерден бір тіккен ғой. Іші ашық. Сенесіз бе? Мысалы, алдын біз ужастарды көреміз ғой. Ол сенбейтін нәрсе ғой. Ауыр күндер артта қалып, жігіт ағасының есін жиғандағы бірінші әрекеті. Больницада жатқан кезде әйеліме айтамын ғой. Маған не алып келші? Гүл алып келші. Саған не болады? Мен айтамын гүл алып келші, гүлдің иісін сезім келіп тұрды. Сосын ертесіне гүл әкелді, терезені ашты, құстардың өлең салғаны, бүкіл табиғаттың шуылдағаны, иістің кереметтігі сонда бір байқадым ғой. Өмірімде. Өлім аузында жатқан досты бір құдірет сақтап қалды. Мына кішкентай сәбиді де. Ендігі оқиғаның желісі түріктің сериалдарынан да асып түседі. Өзге балалар сияқты асыр салып шауып жүргенмен, бұл момақанның өзі де, сөзі де басқа. Бұл бір ерекше жаралған бала. Ақтауға аман есен жеттім. Бірден түсірілімге кірсеміз. Ал Ақтауға қош келдіңдер. Каспийдің жағасына келіп, дем алыңыздар. Ақтауды түйелерсіз елестету мүмкін емес. Екі қата тіріміз, ардақтаймыз мұнымыз. Айдындымыз Каспиймен, айдындымыз іріміз. Қазыналы жеркені, кім білмес бұл өлкені. Бізді қорғап қолдайтын әулиелер мекені. Біз әңгіме етіп отырған оқиғаның басты кейіпкері Нұриддин осы Маңғаз-Маңғыстау өлкесінде тұрады қазір. Қазақта мақалы бар. Аңдамай сөйлеген рецептсіз өледі дейді. Әуелі мына жігіттен бастайық әңгімемізді. Өйткені Маңғыстауда туған Ержан Жұмағазин. Жігіттеріне танымадыңдар ма не? Біздер ғой бұл. Баяндар және Ержан сарбаздар. Әзілқой жігіт осындай бір қойылымнан шығып, достармен клубқа барады. Бір сотқардың пышағына ілініп, сол кеште мерт болады. Ойын ойнап болдық. Бәріміз енді поклон істеп, басымыз иіп кетіп жатсақ, өз жігіт қарап микрофонды алып келескенше сау болыңдар деп айтамда, неме айтып басқа айттық, бәрі поклон бердік қой, неге кім біледі, келеміз бе, келмейміз бе деген сияқты. Бұл достарының Ержанмен қоштасып жатқан кезет. Бүгін енді арамызда жоқ. Бірақ мен өзім сенбеймін, маған кірмейтін секілді. Содан бері достары жыл сайын осылай жиналып, Ержанды еске алу кештерін ұйымдастырады. Маңғыстаулық Ержан Жұмағазин бауырымызды еске алу кеші Ақтау қаласында. Қош сау болыңыздар, хабарласып тұрыңыздар. Қош дед достары, хабар алысып тұратын мүмкіндік жоқ тек. Бәрі білет, содан болар өксігін басалмай жылағандары. Мен өзімнің қызыма арнауым келіп тұр. Жақсы. Олай болса кеттік пе? Сүйем дедің, шапалақ. Сүй алмадың, неге алдадың? Ержанның сүйіктісі де көптің арасында көз жасын сүртіп тұрған болар сол кез. Дипломмен бірге ауылға ол бойжеткенді де алып кетем деп отырғанда, жігіттің өмірі үзілді. Біреудің жалғыз қыз екен, 2 жылдан кейін. Ержанның анасы ол қызбен бірнеше жылдан кейін ғана танысады. Ол қызбен сіз кездесті деді ғой, иә? Ол қызбен кездестім, телефонмен сөйлестік, сосын кездестік. Қазір ол семьясы бар, жолдасы бар, баласы бар. Жоқ, ол қыздың баланы қалдырғанын айтады.
қалдырғанда дейтін қатты қиындықтар көрген. Матустар енді шоковое состояниеде болған, енді сондай үлгілі бала ауылға. Көпті матустардың бәрі киіп, ұрсып, ренжінде түскен. Барлық қиындықтан өтсе осы Нұриден сақтық қалған. Нұриденді именно Ержан үшін сақтық қалған. Сосын Ержанның атын берген. Иә, мына кішкентай ботақан Ержанның ұлы. Ержан да білген жоқ қой бұл баланы, білмей кетті ғой. Ержан қайтқаннан кейін барып, біраз уақыттан кейін бір қыздың өзі кейіннен біліп тұр. 7 айлық кезінде бір томалас келіп айғайлап, бұл баланы апарамызды алдырып тастаймыз деп кетіп жатқанда машина авария болған. Бала ішінде 7 айлық болған. Содан Нұриден көп уақытқа дейін больницада жатып дүниеде кеш жүріп уақытқа дүниеге келген. 4 жасқа дейін сөйлемеген бұл бала. 3 жыл бойына мен түс көрдім. Бір кішкентай баланың үстінде ылғи. Күнде түс көремін, кішкентай баланы көремін. Аттың үстінде кетіп барамын, түйенің қолында кетіп жатамын, қолымда әлгі бала, бірақ жалаңаш бала. Бұл не екен деп айтамын, сосын бір әйел адам жылаған дауыс келеді маған. Ғана айтсам айтады, ой, мына кісі қайғыдан уже кішкене отклонение болады деген сияқты. Бұрында Ақтау келгенде жақсы түсіп едің ғой, есіңде ма әкеңсің? Иә. Ұялып тұр. Қашып ұялшақ өзі. Сенің әкең дейтін бар ғой, ұялмайтын еді, адамдармен күшті сөйлесетін еді, білесің ба, Нұриден? Ой, жоным. Әкесін айтса жылайды бұл енді. Мына жұдырықты көріп тұрсың ба? Қайсы жұдырық? Міне мына жұдырық. Иә, осы жұдырықпен глазалиннен бір персен, кешке дейін Димитровны тетіп жатасың. Соның баланы 5-ші жылға асын алып келдім ғой, рұқсат берді өздері. Камераға қарады, айтшы ана, Мәтжан ағаңа көрсетеміз біз, қара. Мәтжан ағаң Астанада ғой сенің? Мен Астанаға барам, сол кезде Мәтжан ағаң айтты ғой маған, сен Нұриденді түсірші камераға деді. Мәтжан аға деп отырғанымыз мына жігіт, Ержанның туған інісі. Ата-анам соғады, осылай қуанышты хабар бар, мен сізін айтамын, осылай болған, осылай Ержанның артына ұлы бар екен деп естіп жатыр. Әйтеуір өздері мәз көңілдері дейтін кәдімгідей көтеріңкі да. Сен әкең оқып жатыр да, Америкада. Ол алысты оқып жатыр, оның Назарбаев жүрген. Үйде енді жыл сайын еске алу кеші болады, содан нелер бар, афишалар бар, билеттер бар, барлығында Ержанның суреттері бар. Соларды көріп, мен менің әкем, бірақ ол өмірден өтіп кетті деп айтып отыратын. Сол пойызға мінгеннен кейін пойыз сол сұрақтан бастады бала. Менің әкем қайда, қалай қайтыс болды, балаға біреу айтқан болып тұр ғой. Оны кім өлтірген деп айқайлап жылады сөйді. Содан мен жаман болып қалдым. Тағдырдың ауыр салмағын осы кіп-кішкентай періште ересек адамдарша көтеріп келеді. Сыртынан қарап отырып, сүйсінесің. Сүрінбесе екен дейсің іштей. Біздің кішкентай Нұриден батырымыз Қайрат Нұртастың әндерін жақсы көреді. Қазір ол бізге Қайрат Нұртастың әнін айтып береді, е? Қане? Ауырмайды жүрек, ауырмайды жүрек. Бұл сен емес, бұл сен емес, бұл мен емес, бұл мен емес. Молодец. Қатты соққы болды. Мен өзі 2 жылға дейін есімді өлмеймін, памятімді кетіп, адамдар танымайды. Осы азаматтың арқасында, осы туыстардың арқасында ғана мен қайтадан адам қалпына келдім. Осы Нұриден келгеннен кейін қайтадан өмір келген сияқты көп жақсы болдым. Ұлынан айырылды ата-ана. Қайғыдан қара жамылып жүргенде, тағдырдың тосын сыйы сол, немересі табылды. Тек ересек адамның өзіне де осы кішкентайдың сұрақтарына жауап табу қиынға соғып жатыр. Айттық, міне сен әкең осы жерде ұйықтап жатыр деген кезде бала қазып алсам бекен деп, қазып алсам бекен, ол қашан шығады деген сияқты. Ол жерде негізі көрді бала, әкесінің жоқ екенін біледі, бірақ соны өзі мойындағысы келмейді. Hamalından şey, hamalından şavvamalın, hamalından şey. Өмірдің мынау қызығы да көп, қиындығы да. Қайткенде де, кеудесінде жаны бар тірі адам тіршілігін жасай береді.
тек қана дұға оқып, еске алып, Құран бағыштап жүргеннен басқа амал жоқ. Амалым қанша